Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балды торт дайындайтын боламыз, яғни медовик тортын бірге пісіретін боламыз. Керек заттарыңыздың барлығын алдарыңызға осылай шығарып дайындап қойыңыздар, өйткені өте жылдам істейтін боламыз. Майымызды ертіп алатын боламыз. Бәрінен бұрын 200 грамм майымыздың 100 граммын тестамызға, 100 граммын креміне қосатын боламыз. Осылай балымыз бен шекерімізді дайындап қоямыз. Тестаға қосылады бұлардың бәрі. 3 жұмыртқамызды да қосамыз. 3 жұмыртқамызды да осылай жарып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Соңына дейін мен сіздерге құпиясымен барлығын бөлісетін боламын. Жақсылап қарап шығыңыздар. Осылай майымызды ерітетін боламыз. Майымыздың жартысы еріген соң, оны жартысын осылай бөлек ыдысқа салып қоямыз. Қазір бізге креміне қажет болады. Әселіміз бен шекерді осылай өзіміздің қалаған медовигіміз қандай түс болғанын қалайсыз, соншалықты күйдіретін боламыз. Мен кофе спиттес етіп күйдірдім. Сіздер де қалаған түстеріңізге күйдіресіздер. Бұл күйген соң қатты күйіп кетті деп қорықпаңыздар, өйткені ұн қосылған соң светі ашылатын болады. Міне, мен қарап тұрсаңыздар, күйген спиттес етіп қылдым. Ачы кофеге ұқсайды цветі. Осылай майымызды жайлап қосамыз. Қолдарыңызға өте абайлаңыздар. Жылдамдық керек болады бұл жерде. Әйтпесем әселдеріңіз бен шекер бірге қатып қалады. Міне, ыдыстың шетіне жайлап қатып бастап отыр. Сондықтан жылдамдық қажет болады. Тез-тез осылай араластырасыздар. Кішкене суын құрағанша осылай тез-тез араластырып, жұмыртқамызды да жайлап қосатын боламыз. Бәрін бірден қосып жібермейміз, өйткені пісіріп жіберуі мүмкін. Жайлап шетінен қосып, араластырып тұрып қосып тұрасыздар. Осылай біраз араластырып суын құратып аламыз. Сосын ұнымызды қосып бастаймыз. Ұнымызды қосып, бәрін бірден қоспаймыз, шетінен жайлап қосамыз. Оған қопсытқышты бірге қосамыз. Разрыхителімізді ашып, бірге қосып жібереміз. Байқасаңыздар, ұн қосқан сайын цветі сарғыш түске еніп, ашылып келе жатыр. Сіздер қатты күйдірсеңіздер, қоңыр болғанын қаласаңыздар, әселді күйдірген кезде одан да қатты күйдіріп жіберсеңіздер, қоңырқай түс болады. Мен ондай қатты қоңыр болғанын қаламадым. Осы цвет өзіме ұнайды, сондықтан осындай түс қылып шығардым. Міне, енді осыны 5 суалаға бөлуіміз керек болады. Осылай нежный, жұмсақ қамыр болып шығу керек. Сіздердікіде ұнды тым қатты көп қосып жібермеңіздер. Міне, осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөлемін. Сіздер де 5 бөлікке бөліңіздер. Егер дәл осы рецептпен істейтін болсаңыздар, барлығын жуалалап болған соң пакетке салып, бетін жауып қоятын боламыз. Кремдерімізді дайындап болам дегенше, қамырымызда демалып болады. Осылай бетін жауып болған соң бірден кремге кірісеміз. Мен 1 литр сүтке істейтін боламын. 2 жұмыртқа қосамын. 200 граммдай шекері өзіңіз ұнатқан тәттілікке қарай қоса бересіздер. Осылай шекерді қанша қоссаңыздар, соған қарай ұнды да қосасыздар. Мен 200 граммдай етіп қостым. 200 граммнан шамалы асады. Осылай миксерлеп алам алдын ала. Газге қойып араластырмаймын. Бірінші осылай араластырып алам, өйткені газге қойған кезінде, піскен кезінде іртік болып қалмас үшін жақсылап миксермен араластырып алам. Барлығын дайындап болған соң, осылай газге қойып, астын жайлап басайсыздар, сосын жайлап көтересіздер. Осылай бір келкі қозғап тұрасыздар. Бұлай қозғамай қоюға болмайды, өйткені астына жабысып қалатын, ұнның бәрі астына түсіп. Сондықтан креміміз дайын болғанша осылай араластырып тұрамыз. Мен бұл жерде жылдамдықты қосып қойғам. Сіздерге түсінікті болу үшін толықтай түсірдім, сондықтан осылай жылдамдықты қосып қойдым. Осылай араластырып шығамыз. Міне, өзі крем дайын болған кезде бетіне осылай қайнаған спиттес болып атылып шығады. Міне, уже креміміз дайын деген сөз. Болды, креміміздің астын өшіріп, суытатын боламыз, қойып қоямыз. Біз оған шейін басқа нәрселерімізді істей тұрамыз, корыштарымызды пісіреміз, оған шейін суып қалады. Суыған соң осылай үстіне майымызды, жаңағы алып қалған майымызды салып миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп болған соң, біздің тортқа қосатын заварной креміміз дайын болды. Міндетті түрде осы кремді дайындап көріңіздер. Сіздер бұл кремді басқа нәрсеге де қолдана берсеңіздер болады. Дәмі өте
керемет болып шығады. Енді корждарымызды алып, демалып болған корждарымызды осылай жақсылап жайып, қанша көлемде пісіресіз, соншалықты етіп жайып, духовкада тез отта пісіріп ала береміз. Осылай дөңгелек ыдысты алып алсаңыздар да болады, барлығы бір размерде шығу үшін. Табағымызға осындай выпечкаға арналған қағаздарымызды төсеп пісіріп алатын боламыз, немесе төсемесеңіздер астына жабысып қалуы мүмкін, сондықтан осындай қағаздарымызды төсеп пісіргендеріңіз дұрыс болады. Міне біздің бірінші коржымыз пісті. Пісе салысымен осылай алып, бірден шетін кесіп аламыз. Бірден кесіп алмасаңыздар, шеті қатып қалатын болады. Сондықтан осы дайытып қойған ыдысымызды қойып, шетін кесіп алып тастаймыз. Мынандай шетіндегі крошкаларын жинаймыз. Олар бізге бетіне себуге керек болады. Міне осылай барлығын жинап алдық. 5 коржымызды пісіріп алдық. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Біз духовкаға салар кезде вилкамен тескен едік. Сол бізге тескеніміз крем жақсы сіңу үшін тестім. Сіздер де солай істеңіздер. Бұл крем жаққанда өзі ісінетін болады, жақсылап көтерілетін болады, жұмсақ болады. Сол үшін кремдеріңізді видеодағыдай етіп көп-көптен жаға беріңіздер. Сосын жаңағы пісіріп жатқан коржымызды, шетін алған корждарымызды осылай майдалап аламыз да, оқтаумен майдаласаңыздар да болады. Осылай бетіне, жан-жағына әсемдік ретінде сеуіп шығатын боламыз. Осылай жақсылап сеуіп шығасыздар. Міне біздің тортымыз дайын. Енді бұл сіңіп пропитка болу үшін бір түнде істеп, таңертең жесеңіздер де болады, немесе 2-3 сағаттан кейін жіберсеңіздер болады. Міне қарап тұрсаңыздар, өте жұмсақ, нәзік. Жеп көріңіздер, осыны міндетті түрде істеп көріңіздер, дәмі деген өте ерекше шығады, барлығына ұнайды, өзіңізге де ұнайды, шаймен ішкенге өте керемет тәттілер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер болады.